біздің көрермендер деп қояйын, ата-аналар, иста достар, бүгін менде қонақта, мына біздің Өңеш өнер орталығында қонақта анау Антоннан, осы көнеден ескінің көзі, мына киіз басуды жаңғырып жүрген Елмира құрдасым келді. Одан мына Талдықорғандағы Алтын адам қорының президенті, директоры Динара Серік мына қонақта. Бүгін бізде мастер-класс киізден гүл жасау. Сіздер сол біздің жасаған мастер-классымызды көріп, осы өнерді үйренем деушілер болсаңыздар, хабарласыңыздар. Елмира ханым қыздардың басы жиында мастер-класс өткізуге дайын. Сондықтан қазір көрсеңіздер болады. Міне қазір гүл жасап жатырмыз, Иә, қызғалдақ гүлін Елмира ханым өзіңіз түсіндіріп айтып кетсеңіз, қалай не істеп жатқаныңызды. Міне жүнді жіңішкелеп салдық, содан кейін осындай гүлімізді жасап жатырмыз. Енді кигіз піскенше дейін, содан кейін осылай ортасына жапырақтарды бүйтіп салып, ортасына немен саламыз, енді моншақпен әшекейлейміз, бүйтіп өзіміз гүл сияқты шыға келеді. Әлі дайын емес, әлі жасауда. Осындай қызғалдақ гүліміз жетісудың кең байтақ, өзіміз жеріміз өте мол, енді суымыз бар, Балқаш өзеніміз бар, Алакөл жеріміз бар, жеті суымыз ағып жатыр, Лепсі, Теректі, қаншама өзендеріміз ағып жатыр. Енді тауларымызды айтсақ, аузымызды